болса енді алтын адам қорына ол кісінің айтып берген алтын адам қазбасынан қалғандардың ішінде сақтайды әлі ашып оқыған жоқ. Оны оқысақ көп және біздің мұсылмандарға сақталатын бір нәрсе қасында табылған тостағанның ішінде ойдың адамы дүние деген көзқарасымыз күн құдайына сыйынған адамдар. Өйткені басындағы екі қанатты тұлпар, төрт садақтың оғы әлемнің төрт жағында бар елде сен кім сенің. Міне қазақтар сенден бастаулады. Кейбір сылдаға сен айтпай қойын, жауабын сол. Отқа табынғандарың да сол, күн құдайына табынғандарың әлемнің отқа майлықын. Көз тимесін деп мойындарыма бойтұмар тағатын да сол. Бұл музейде ЮНЕСКО деген ұйым бар. Оның құрамына кіреді. Парижде штаб-квартирасы бар. Қазақстанда 5 жер осы ЮНЕСКОның құрамына жалпы 16-сы тізімде тұр. Өтсекте. Оның ішінде өздерін деген Талдықорған қаласындағы тарихи қақпасын қосып, алтын адам музейінің жүргізеді. Халықаралық адамзат ағасының ұлы жетістігі деген тізімдерді қорғауға. Мына жасалып жатқандар сол ЮНЕСКОның бөлінген ақшалары табиғат астындағы экспонат ретінде сақ қорғандарын айтылған табылған домсында болған ең Бесінші сыныптарда бұл алтын адам қазір осы мәселе қаралады. Иманғали осы біздің әкімшілік осыны ұйымдастырған. Табиғат бекшілер Эльмира Шайхжанова солар басқарып ұйымдастырып ішінде рұқсат беріп отыр. Ол кісілерге айтатын сенің де мына жерде бір тілегің бар ма? Аруақты жерде де тұрған кезімізде. Иә, менің оларға тілегім бар. Сіздерге өте үлкен рахмет. Бізді осы жерге келуге рұқсат бергендеріңізге және де осындай үлкен мүмкіндік бергендеріңізге. Біз бұл жерге келіп өзімізге әсер алып алдық. Бұл
өте әсерлі болды деп есептеймін. Қане бәріміз бір ауыздан біздің бәрімізге бір-бірімізге үлкен рахмет!